Құрметті тыңдарман, каналымды қолдау мақсатында пікір қалдырып, жүрекшені басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Баршаңызға рахмет. Бүгінгі әңгімеміз көк жапырақ күбірі. Жас келін Аруша ауылға күздің соңғы айында түсті. Қалыңдық көйлегінің шетіне жабысқан жапырақтар сары күздің өзі секілді солғын еді. Күйеуі Арлан, бойы ұзын, сөзге сараң, көзіне қарасаң мұздай сезілетін жігіт. Анасы Зәмзәгүл, ауылға белгілі ене, қара сөзбен келінді күйдіріп, күлді қыла алмайтын шебер. Аруша бастапқы күндері үмітпен өмір сүрді. Жалғасып кетер, жүрек үйренер, деді өз-өзіне. Бірақ күн өте келе бұл үйдің қабырғасы суық, төрі бос екенін сезінді. Арлан түнде де, күнде де үнсіз. Үнсіздік кейде шапалақтан сорақы еді. Аруша үйдің ең жарық бөлмесіне орналасты. Екі терезесі бар еді. Бір терезесі тау жаққа қарайтын, екінші ауыл ортасындағы шаңы бұрқыраған көшеге. Ол таң сайын осы терезелерден қарап, өмірінің екі жарылғанын сезетін. Бірі шексіз арман, бірі аяусыз шындық. Арушаға бұл ауыл жат еді. Бірақ көп ұзамай ауыл әйелдерімен жуас әңгімелер басталды. Қайсы бірі тіс жарып: «Әй, Аруша, Арланның көзіне қарадың ба өзі? Тастай ғой. Ондайлар сезім де, сөзді де білмейді», деп өзара күбірлесе бастады. Ал енесі Зәмзәгүл болса, күн сайын бір себеппен келінді кемсітетін. Бәленнің бәрі жас келінде деген қағидамен өмір сүретін еді. Бір күні ауылға жаңа бір көлік кірді. Қара Нива. Күрең шаңда ерекше көзге түсті. Көліктен түскен жігіт Қайнар, ауылдық агроном, ауданнан уақытша іссапармен келген. Үстінде қоңыр күрте, қолында дәптер мен рулетка, шөп шабатын жер, мал жайылымы, бау-бақша бәрін өлшеп жүр. Алғаш рет Арука Қайнарды ауыл клубының алдында жиналыстан көрді. Көздері түйісті, жай ғана сәлем. Бірақ Аруша жүрегінің бір түпкірінде әлде бір жылы лептің ескенін сезді. Бұл леп көптен бері қақап қалған әйел жүрегіне алғашқы көктемгі жылы ауаны соққан секілдеді. Кешке енесі тағы да ұрысты. Арлан үнсіз отырды. Сол түні Аруша терезеден көшеге қарады. Сол сәтте сырттан бір қоңыр дауыс естілді. «Кешіріңіз, мына жаққа дейін өлшем сызу керек еді, мазалап тұрсам». Терезенің түбінде Қайнар. «Жарайды», деді Аруша сәл кідіріп. Сол сәтте ішінде әлсіз жарық еткен, жарық енді сөнбейтін өзі де білді. Ауыл аспаны сол аптада өзгеше бұлттанып жүрді. Жаңбыр жауған жоқ, бірақ ауылда ылғал, көңілде салқындық. Сол сияқты Арушаның жан дүниесі де жаңбыр күтіп тұрған шөптей шөлдеген, қурап бара жатқандай еді. Қайнармен алғашқы кездесуден кейін ол өз-өзіне ерік бере алмай қалды. Оның қоңыр көздері, әдейі емес, жай ғана адамша сөйлегені, артық ауыз сөз айтпайтыны бәрі де Арушаны еліктіре берді. Ең бастысы, Қайнар оған: «Сен тірі адамсың, сен сезіне аласың», деп тұрғандай көрінетін. Күндердің күнінде ауыл сыртындағы бау-бақша шетінде Аруша мен Қайнар кездейсоқ ұшырасып қалды. Ол жерге енесі жұмсап жіберген еді, алманың түсіп қалғандарын тердеп. Қайнар сол маңдағы егістік шетін өлшеп жүр екен. «Тағы да кездесіп қалдық», деді жігіт сәл жымиып. «Ауылда бәрі кездесіп қалады ғой», деді Аруша басын салбыратып. «Сенің көз қарасың ауыр, Аруша, мүлде ауыл келініне ұқсамайсың». «Ұқсағым келмейді де», деді Аруша сыбырлап. Олар ұзақ үнсіз тұрды. Тек жел мен алманың түскен дыбысы ғана естіліп тұр. Бір мезетте Қайнар алманың біреуін көтеріп, оның алақанына салды. Аруша қысыла жымиды. Бірақ осы бір кішкентай қимыл көптен бергі ешкімнен көрмеген нәзіктік еді. Түнде керуеттің бір шетінде жатқан Арлан артына да бұрылмады. Күйеуі оның бар жоғына мән бермейтіндей. Аруша көзін жұмды. Бірақ қиялында Қайнардың алақанындағы алма оның жан жылуы қалғандай әсер берді. Көп ұзамай ауылда жаңалық тарады. Ауыл келіні кешке кешігеді екен, біреудің көлігімен қайтады екен деген сарынды сөздер естіліп жатты. Аруша алғасында селт етпеді. Бірақ ауыл әйелдерінің көзі сөзінен де өткір еді. Зәмзәгүлдің қабағы күннен күнге қатайып бара жатты. Бір күні ас үйде тұрып: «Жассың, сұлусың, бірақ бұл ауыл бәрін көреді, адамның көлеңкесін таниды», деді қатқыл үнмен. Аруша үн қатпады, іштей күйіп жатты. Арлан бәрін естіп жүр,
бірақ ләм-мим демеді. Оның үстігі Арушаны күнәға қарай бет алған қадамын тіпті де тоқтата алмайтын еді. Ауыл шетіндегі ескі алма бағы күздің кешінде өзгеше үнсіз еді. Аруша енесінен сұранып жапырақ теремін деп шыққан, бірақ ниеті басқа болатын. Қайнар хабарласты. Кешке сол баяғы бақта деген қысқа ғана хабарлама. Ол ештеңе сұрамады, ештеңеге мәжбүрлемеді. Бірақ Аруша барғысы келді, себебі жүрек үнсіздікке шыдамайтын. Күн еңкейген, бақ ішінде қураған жапырақтар аяқ астында сыбдыр қақты. Қайнар жапырақтың үстіне ескі көрпешені төсеп қойған. Ол қарапайым киінген, бірақ сол бейнесі Арушаның көзінде ерекше жылы, шындыққа жақын көрінді. Келдің бе? Деді ол жай ғана. Аруша үн қатпады. Қайнар жақындады, еш сөзсіз, тек көзіне тік қарады. Аруша сол сәтте көзін тайдыра алмады. Өйткені сол қарашық ішінде мен сені түсінемін деген үн жатты. Ол Арушаның саусақтарынан ұстап, алақанынан ақырын сүйді. Сол сәтте әйелдің бүкіл денесі әлсіз дір етті. Ешкімнің оған бұлай қарамағанына көп болған еді. Қайнар оның маңдайынан иіскеді, содан соң шашынан. Аруша көзі жұмулы тұрды. Бұл үнсіздік екеуінің де ішкі күресін айтып тұрды. Қолдар, тыныс, иіс, бәрі де сөзден артық сөйлеп жатты. Ол баяу еңкейіп Арушаның иығына ернін тигізді. Жейдесінің ілгектері ақырын шешіле бастады. Терісі күзгі желмен бірге тоңғанымен жан жылуын Қайнардың алақаны жылытты. Сол кеште екеуі алғаш рет ештеңе түсіндірместен, еш уәде берместен, тек екі жалғыз жүректің ұмыт болғысы келген сағынысы ретінде тоғысты. Ол махаббат емес, құтқарылу болды. Бірі ішкі мұздан, бірі жалғыздықтан. Аруша Қайнардың көкірегіне басын қойып жатып, өз жүрегінің үнін естіп тұрғандай сезінді. Ал жүрек оған көбірледі. Сен тірісің, сен сезіне аласың. Түннің ішіндегі тыныштық оянбай қалған ар-ұяттың тыныштығы ма, әлде алғаш рет тыныштықты тапқан жанның үні ме, Аруша өзі де түсінбеді. Ол Қайнардың иығына басын қойып жатты. Үстіне жай ғана көрпе жабылған. Аспанда жұлдыздар үнсіз жарқырап тұр. Түн суып бара жатса да, ішкі қызу бәсеңдемеген. Қайнар алақанымен оның арқасын сипап отырды. Бұл қимылда ешқандай әшкөздік те, құмарлық та жоқ. Тек нәзіктік, түсіністік. Секундтар өтсе де қол сырғып, жүрегіне дейін тиіп жатқандай еді. Қорықпайсың ба? Деді Қайнар сыбырлай. Қорқам, бірақ өмір бойы сенімсіз өмір сүруден де қатты қорқам, деді Аруша. Ол Қайнарға бұрылып жай ғана қарап жатты. Қайнар оның бетіне үңілді. Сосын ақырын иіліп, ернінен емес көзінен сүйді. Аруша алғаш рет бұл түнде өзін тек әйел емес, адам ретінде сезінді. Қолдары бір-бірін іздеп тапты. Бұл жолы баяу, асықпай, үнсіз. Қайнардың ерні оның мойнынан төмен сырғыды. Аруша терең дем алды. Терісінің әр талы тіріліп жатқандай. Оның жейдесі қайтадан иыққа сырғып түсті. Бірақ бұл жолы ұят та, күмән да жоқ болатын. Аруша Қайнардың арқасынан құшақтап, кеудесіне тығыла түсті. Қайнар да үнсіз тіл қатты саусақтарымен. Оның алақандары Арушаның белін бойлап санға қарай сырғыды. Аруша көзін жұмып, түн тыныштығына бір сәт танысымен үн қосты. Бұл екеуінің арасында енді сөз емес, дене тілі, жүрек дүрсілі сөйлеп жатты. Ол құмарлық емес, тазару еді. Екеуі де сүйіспеншілікті сағынған, ал сағыныш шын жақындасқанда ғана тына алатын. Таңның сәлемі қызғылт бұлтпен келді. Аруша үстіне көйлек жамылып үндемей сыртқа шықты. Бетімен күздің суық желі сипап өтті. Бірақ ол бұл жол тоңбады. Тоңған тек жүрегінің ішіндегі әлі де жарыла қоймаған ар-ұят. Қайнар артынан шықпады. Мүмкін бұл соңғы түн, бірақ Аруша оның көздерінде бір сәт көрген үміт сәулесін өмір бойы ұмытпайтынын білді. Аруша сол түннен кейін өзгеріп кетті. Ол бұрынғыдай жалтақтап қарамайтын болды. Көзіне нұр біткендей еді, бірақ дәл осы нұр ененің көзінен жалын шақырды. Бір күні Замзагүл шай үстінде табақ тартып отырған келініне мұздай үнмен: «Әй, келін, кеше қай жақтың түнінде жүрдің? Тымыз түнде түтіні жоқ деп түнеп жүрсің бе?» деді. Аруша алғаш рет жауап қатты. Қатты емес, бірақ салқын. «Қайда болсам да жұбайымның қасында емеспін», деді. Ас үй іші тына қалды. Арлан күрек сияқты қолмен кесе көтеріп үнсіз шай ішіп отыр. Бірақ оның көзіне қарасаң, іші алай-түлей. Осыдан кейін-ақ ауылдың тілі қылышқа айналды. Аруша көшеге шықса,
Сыртынан сыпсың. Қайнарды көрсе күбір. Адамның өзі емес көлеңкесі кінәлі болатын күн туды. Қайнар мен Аруша тағы бір рет кездескен, бірақ бұл жолы ешбір құмарлықсыз. Біз өзімізге де, бір-бірімізге де тыныштық бере алмай қалдық, деді Қайнар. Аруша жымиды. Жымиғанымен көзінде жас мөлтіледі. Мен ештеңеге өкінбеймін, тек мына ауыл кешірмейді. Қайнар оның иығына күртесін жапты. Аруша сол сәтте ғана еркектің құшағы тек тән үшін емес, жан үшін керек екенін түсінді. Мүмкін сен бұл ауылдан кетерсің, деді Қайнар. Менің кіндігім осы ауылға байланған, бірақ жаным сен кеткен жаққа қарай тартылып тұр, деді Аруша. Сол түнде Арлан алғаш рет сөйлеген. Сен басқа еркекпен болдың ба? Аруша үндемеді, бірақ көз қарасы бүкіл шындықты айтып тұрды. Арлан бұрылып кетті. Есікті ашып сыртқа шықты. Бірақ соның алдында бір ауыз сөз астады. Кешірмеймін, бірақ сен енді менікі емессің. Келесі күні Қайнар кетті ауылдан. Ешкіммен қоштаспастан, ештеңе түсіндірместен. Бірақ Аруша терезеден қараған көлік алыстап бара жатты. Жүрегімен қоса. Қараша айының желі қатты соқты. Бақтағы жапырақтар баяғыда түсіп болған. Тек Арушаның жүрегіндегі бір үміт қана үзіліп, жерге құлап кетпей тұрды. Қайнар қайта оралма ма деген. Арлан үнсіз кетті. Енесі Зәмзәгүл ештеңе айтпады. Бірақ еш нәрсе айтпауы одан да ауыр еді. Бір кеште самауыр қойып, шай ішіп отырған кезінде Арушадан көз алмай отырып, мен сенің көзіңдегі отты көрдім. Сол отты осы үйге келгенде өшіріп кетуің керек еді. Сен оны басқа жаққа жағып жүрсің, деді. Аруша алғаш рет тура қарады. Сіз мені келін көрдіңіз, бірақ мен адаммын. Менің де жүрегім бар, деді. Зәмзәгүл күліп жіберді. Бірақ күлкісінің ішінде ащы діріл бар. Біз бәріміз бір кезде адам болғанбыз, бірақ бұл ауылға келін боп түскенде ол ерік жоқ болатын. Ерік болмаса не үшін өмір сүру керек? Деді Аруша көзіне жас іркіліп. Зәмзәгүл үнсіз отырып қалды. Мүмкін ол да бір кезде осылай көзіне жас алған болар. Бірақ жылауға рұқсат сұрау керек болатын. Ал рұқсат ешқашан берілмейді. Аруша енді Арланмен бірге тұрмайтын болды. Заңды түрде ажырасты. Ауылдағы үлкендер бұзылған келін деп кеудесін қақты. Бірақ ол енді қорықпайтын еді. Қайнар кеткенімен ол өзіне шындықты қалдырып кеткен. Түндерінде ол жалғыз жатты. Бірақ жалғыз емес еді. Өйткені төсекте жалғыз жату сенімсіз адаммен қатар жатудан жеңіл болатын. Кей түндері Қайнардың иісін аңсады. Оның алақанын, иығындағы демін, кейде өзі-ақ жастықты құшақтап жатып, Қайнар, неге кеттің деп сыбырлайтын. Бірақ жауап келмейтін. Тек жел ғана сыртта гуілдейтін. Қураған бақта жалғыз қалған алма ағашы секілді. Аруша да өзіне енді бір жаруға рұқсат бергісі келмей жүрген. Сол кеште Аруша айна алдында отырды, өзіне ұзақ қарады. Көзіндегі сызықтар, еріндегі діріл, кеудесіндегі дем, бәрі басқаға айналып кеткен. Мен енді бұрынғы келін емеспін. Мен енді өзімдікі болғым келеді. Сол түн ай аспан төрінде толып тұрған. Аруша терезе алдында отыр. Үстінде жібек халат, шашы жайылған, көзі алыста, бірақ жанары жақында еді, естелікте. Бір сәтке көзін жұмды. Жанында Қайнар тұрғандай. Сен неге мені ұмытпадың, деді оның елесі баяу үнмен. Ұмытуға тырыстым, бірақ сен менің тәнімде емес, жанымда қалдың, деді Аруша. Ол баяу төсекке жатты. Ақырын көрпесін жамылды. Саусақтары жалаңаш білегін сипалап, Қайнардың саусақтарын еске түсірді. Жай ғана сипалау, бірақ сол сәтте бүкіл дене дір етіп оянды. Қайнар бір кезде мойнынан сүйген. Енді сол жерге өзі баяу саусағымен жанаса бастады. Еске түсіру, ояту емес, қайта өзіне оралу еді. Ол білегін бойлап сырғыған естелік саусақтарды сезгендей болды. Есіңде ме алма бағы, деді елес. Есімде, сен мені алғаш тербеген сәт. Ауылға алғаш қар түсті. Бірақ ол қалың емес еді. Дәл Арушаның жүрегіндегі қар секілді. Әлсіз, бірақ салқын, ештеңені бүркелемелейді. Тек сездіріп өтеді. Аруша күндердің бір күнінде ауыл шетіне барып, баяғы алма бағының орнын көруге бекінді. Ағаштар жалаңаш, тек бір түп алма ғана әлде жапырақтарын ұстауға тырысып тұрғандай. Сол жерге келіп отыра кетті. Кенет аяқ дыбысы. Қар үстінде ақырын басылған таныс ырғақтағы қадамдар. Аруша артқа бұрылып қарады. Қайнар, үстінде сұр пальто, мойнында қара орамал, көзінде мұң бар.
бірақ сол мұң оның өмір бойы іздеген үмітіне ұқсайтын еді. «Неге келдің?» деді Аруша жүрегі дүрсілдеп. «Жел айдап әкелді, бірақ жүрегім жетелемесе, бұл жерге менің аяғым баспас еді» деді Қайнар. Олар үндемей қарады. Екеуі де біледі. Арада күнә бар, ар бар, ауыл бар, үрей бар, бірақ бәрінен биік тұрған махаббат бар. «Сен өзгеріпсің» деді Қайнар. «Мен өзіме қайта оралдым» деді Аруша. Қайнар оған жақындады. Араларында бір ғана адым, бірақ сол адым тұтас өмірге тең болатын. Ол қолын созды. Аруша да. Саусақтар тоғысты. «Қаласың ба?» деді Аруша. Қайнар жымиып, «Сен қал десең, мен қайда кетем» деді. Олар сол бақта суықта ескі көрпеше үстіне бір-біріне қайта жанасқан, бірақ бұл жолы басқа еді. Бұрынғыдай күнә үшін емес, бұл жолы махаббатты мойындау үшін. Аруша Қайнардың үстіне жатып, оның көздеріне тік қарады. Қайнар алақанымен оның бет сүйегін сипады. Еріне жабыспай тұрып, «Бұл жолы мен сені тәнің үшін емес, тірі жаным үшін сүйем» деді. Тәндер тоғысқанда бұл жолы айқай емес, тыныштық туды. Екеуі бір-бірінің демін тыңдап, сол дем арқылы әлемнің үнін естігендей болды. Жақындық бұл жолы қысқа да емес, құмарлықты қанағаттандыру да емес. Бұл жолы махаббаттың емі. Үнсіз, бірақ бәрін кешіріп тұрғандай. Сол түні олар ауыл сыртындағы ескі лашыққа түнеп қалды. Қайнар Арушаның шашын тарады. Аруша оның кеудесіне басын қойып, «Маған сенің жүрек дүрсілің ән секілді естіледі» деді. Қайнар жымиып, «Онда бұл ән ешқашан таусылмасын» деді. Қар қалыңдай түсті, бірақ ішінде көктем келе жатқан еді. Ауылда шу басталды. Аруша мен Қайнардың бірге түнеп шыққаны көзге көрінбесе де құлаққа жетіп қойған. Жолда кездескен шалдар жөткірініп, кемпірлер тұнжырап өтетін болды. Ал Зәмзәгүл бірдеңе айтпады, бірақ оның іші тастай қатып қалған. Ол бір кеште Аруканы оңаша шақырып алып, «Келін немесең әйелсің, бірақ әйел болу үшін арды таптау керек пе еді?» деді. Аруша көзін тайдырмай, «Мен арды емес, өтірікті таптадым апа. Бұл ауылда үнсіз өлгеннен шындықпен өмір сүрген ауыр да болса адал» деді. Зәмзәгүл сол сәтте бірінші рет жылады, бірақ жасы шықпайтын адамдар секілді тек иығы селкілдеді. «Мен де бір кезде сүюге қорықтым, және соның жазасын әлі тартып келем». Ертеңінде күтпеген жағдай. Арлан оралды. Үсті басы тозған, көзі қызарған, тура үйге кірмей ауыл шетіндегі ескі қамыс үйге барды. Ол жерде Қайнар мен Аруша шай ішіп отырған. Тасыр етіп есік ашылды. Арлан үнсіз кірді. Қолында не таяқ, не пышақ жоқ, бірақ көзінде шексіз ыза мен үнсіз жаза. «Саған керек болса алып кет, бірақ бір сұрағыма жауап бер» деді Қайнар. «Бер» деді Арлан. «Ол сені шын сүйді ме?» Арлан Арушаға қарады. Аруша үндемеді, бірақ көзі бәрін айтты. Арлан басын изеді. «Жауабым сол болды» деді ол. Сосын Қайнарға бұрылып, «Ол енді сенікі болсын, бірақ екеуің бақытты болсаңдар, мен жеңілген жоқпын. Жүрегі бос болған әйел ешкімнің жеңісі емес, тек өзін тапқан жүрек қана жеңіс» деді, артына бұрылмастан кетіп қалды. Аруша жылап тұрды. Қайнар оның қолын ұстады. «Қарашы, бізге кешірім бермеді, бірақ өмір берді. Енді соны қалай өткіземіз, өзімізге байланысты». Аруша Қайнарға иек сүйеді. «Мен осы махаббат үшін бәрінен бас тарттым, бірақ өзімнен бас тартпаймын. Енді менің жүрегім өзімдікі». Түн. Ауыл сыртындағы өздеріне үй қылып алған лашық. Пеште жанып жатқан от. Екеуі көрпеге оранып отыр. Аруша Қайнардың жейдесін шешіп, кеудесіне бетін тигізеді. «Бұрын сен менің тәніме тигенде дірілдейтін едім, енді жанымен сезем» деді. Қайнар оның белінен қапсыра құшақтады. Саусақтары арқылы оның бүкіл денесін есте сақтау секілді сипалай бастады. Тек құмарлық емес, жүрекпен сипалау. Түн ұзақ болды, бірақ екеуіне ол мәңгілік секілді өтті. Тынысы, демі, ыстығы, барлығы жарасым тауып жатты. Бұл жолы олар болашаққа жақындасты. Қыстың ортасы. Аруша мен Қайнар енді ауыл шетінде ескі лашықты жаңғыртып алған. Іші жылы, жып-жылы ғана емес, шындыққа толы. Үйде ар жоқтап емес, жүрек айтып сөйлейді. Бір күні Аруша айнаның алдында отырып, өзіне алғаш рет басқа көзбен қарады. Көзі шүкір айтатындай, шашын тарап, жұпар сеуіп, өзіне күлімсірей қарады. Қайнар оның бұл сәтін алыстан тамашалап тұрғандай. «Бұрын сен тек маған арналған сияқты едің, енді өзіңе арнап гүлдейсің» деді. Аруша жымиып,
Енді мен өз бақшамдағы жалғыз гүлмін. Оны енді ешкім таптамайды. Ол ауылдан тыс аудан орталығына шағын мектепке жұмысқа орналасты, кітапханашы боп. Кітаптардың иісі оған тыныштық сыйлайтын. Әрбір кітап өз жарасын жасырып тұрған жан секілді. Әсіресе бір кітапты қайта-қайта оқыды. Кешірім әлсіздің қорғаны емес, мақтының таңдауы деген сөз астын қызыл сиямен сызып қойды. Ауыл адамдары оны сыртынан сөгуін қойған жоқ, бірақ енді ешкім оның есігін қақпады. Аруша бұған ренжімеді, тек олар мені жоғалтты деп ойлайды, ал мен өзімді таптым деп іштей тыныш қана жүрді. Қайнар үйде жазу жазып отырады. Ол кейде ауыл ішінен жүк тасып қосымша ақша табады. Бірақ кешкісін үйге келгенде ең басты байлығы Аруша күтіп отырған үй екені есіне түседі. Түн, пештің ыстығы, екеуі көрпеге оранып кітап парақтап жатады. Аруша оқи бастайды. Жанмен сүйген тәнді тастай алмайды, тәнмен сүйген жанын тез сатады. Қайнар баяу күлімсіреп, оның бетінен сүйеді, сосын ернінен. Олардың сүйісінде қазір шапшаңдық жоқ, бірақ әр жанасу мәңгілікке берілген серт секілді. Аруша оның денесін баяу сипайды. Жұмсақ, асықпай. Бұл жолы ол Қайнарды құшпады, өз еркін құшақтап жатты. Қайнар оның ішкі тыныштығын сезіп еш нәрсе сұрамады, тек мені сүюің, өзіңді кешіруің деді. Сол түні екеуі жақындаспады, бірақ екеуі де өмірлеріндегі ең жылы, ең сүйікті түн осы болды деп ұқты. Өйткені жақындық әрдайым тан арқылы емес, жанның үндестігі арқылы болатын. Қыстың соңы, ауада көктемнің иісі сезіледі, бірақ әлі де жер бетінде ақ қар. Дәл Арушаның жүрегі секілді беті сыбыр, түбі оянып келе жатқан өмір. Замзагүл ауырып қалды, жүрегі сыр берген. Аруша бәрін тастап оның жанына барды. Қайнар ештеңе демеді, тек сәт сайын сырттан отын тасып апаны жылы ұстауға тырысты. Бір түн, Замзагүл әлсіз ғана үнмен: Аруша, сенің жүрегің менің өмірімнен де мықты болып шықты деді. Жоқ апа, мен тек үндемеуді доғардым. Сіз сөйлемей өмір сүріңіз. Мен айғайлап өмір сүруді үйрендім. Бірақ енді үнсіз кешіре аламын, деді Аруша. Сол түнде екеуі жылап ұйықтап қалды. Бұл анамен тең, әйел мен келіннің арасындағы тынған соғыс еді. Көктем шыға Замзагүл дүние салды. Аруша жанында болды. Жуындырды, орап, ауылша қоштасты. Ауыл таң қалды. Неге ол сонша мейірімді? Аруша ештеңе айтпады, бірақ ішінен: кек, ауыр жүк, кешірім, бос қанат деді. Соңғы көрініс. Аруша мен Қайнар ескі лашықтың алдында отыр. Арттарында көгерген бақ, қар еріп, жер иісі бұрқырап тұр. Қол ұстасып отыр. Екеуінің де маңдайында әжім емес, тыныштық бар. Аруша: мен бір кезде ойнастық жасаған әйел едім, бірақ ол мені өлтірмеді, қайта өзіме әкелді. Қайнар: сен енді ешкімнің әйелі емес, өз тағдырыңның иесісің. Аруша жымиды, аспанға қарады. Бұл өмір саған оңай келген жоқ, бірақ мен оны қазір жақсы көрем. Қайнар иығына басын қойды. Кенет жел шықты. Ағаш арасынан аппақ күлбір жарып келе жатты, көктемнің ең алғашқы күліндей. Бұл бір ғана әйелдің өмір жолы емес. Бұл үнсіз қалған, басын төмен салып жүрген, бірақ жүрегінде дауылы бар мыңдаған әйелдің ішкі оянуы. Бұл тән арқылы өткен, бірақ жан арқылы оралған махаббаттың оқиғасы. Бұл күнә мен кешірімнің, ұят пен еркіндіктің, ауыл мен жан тыныштығының арасындағы нәзік көпір. Бұл Арушаның ғана емес, әр қазақ әйелінің өміріндегі ішкі қарлығаштың ұшуы. Қыздар, тек қана бақытты болыңыздар.